Біз қазір Алматы қаласының Жетісу ауданы прокуратурасына келдік. Өткенде естеріңізде болса біз бір апта бұрын келіп кеткен болатынбыз. Сол кезде жаңағы бірінші орынбасар Мирас деген бізді қабылдап, барлық істердің барлығына тапсырма беріліп, нұсқаулар беріліп, тергеуді жан-жақты тергейтіндігін туралы айтқан болатын. Бірақ біз енді уәделескендей біз келіп отырмыз. Қазір көреміз қандай жұмыстар атқарылды. Біз енді кешеден бері тергеуде болдық. Тергеуде бір күн қалған кезде шақырып жауап алуға барлығын түнгі 1-ге дейін жәбірленушілердің бәрін ұстады. Заңды бұзып тұрып, 3 сағаттан артық ұстауға болмайтын болса да, қарамай таңғы 1-ге дейін отырдық. Бұл енді былай айтқанда Жетісу ауданы полиция басқармасы заңнан шықпай ма білмеймін. Адамды 3 сағат артық ұстауға болмайды біле тұрса да, бүткіл жәбірленушілерді обедке шақырып алып, обедтен бастап түстен кейіннен бастап таңғы түнгі 1-ге дейін отыру деген ол сұмдық жағдай. Бір апта бұрын уәде бергенге бір аптадан бері не істеп жүр? Бөліп шақырмай ма адамдарды? Бір күн қалғанда, өткен бүгін азанда прокуратурада болуымыз керек болған. Сол прокуратурада ертең сұралады деп таңғы 1-ге дейін ұстау деген енді масқара нәрсе бұл деген. Сондықтан мына ішкі істер министрлігіне мен арнайы мына кімге Сәденовке айтқым келеді. Мына тексеріске ал мына Жетісу ауданының полиция басқармасы. Не сұмдық бұл адамдарды, жәбірленушілердің барлығын 7-8 жәбірленушіні жинап қойып, түстен кейін шақырып алып, түнгі 1-ге дейін ұстау деген. Бұл сұмдық жағдай. Мен кеше тергеудің бастығына ескертіп айттым, бірақ сонда да 1-ге дейін ұстады адамдарды. Бұл деген сұмдық қой, заңды өрескел неге прокуратура қайда қарап отыр бұның бәріне. Қазір мен оның да анықтайтын боламын ішке келгенде. Шыққаннан кейін қазір сіздермен тағы бөлісеміз. Біз қазір Жетісу ауданы прокуратурасына кіріп шықтық. Бізде Мирас деген орынбасары прокурордың қабылдау керек болған. Бүгін уәделескен күніміз еді, бірақ өкінішке орай өзі жоқ болып шықты. Ол басқа бөлім бастықтарына соларға қарай итер жіберіп отыр, яғни солар қабылдады. Бірақ өкінішке орай бір апта бізден уақыт сұрап еді, бір аптаның ішінде ешқандай жұмыс атқарылмағаны анықталды. Яғни өзінің жұмысына орынбасардың жауапсыз екенін көрдік. Тергеу органдары кеше бір күн қалғанда жанталасып, заңды бұза отырып, 7 адамды, 7 жәбірленушіні түскі 3-тен бастап түнгі 1-ге дейін ұстап, заңның талаптарын өрескел бұза отырып, жауап алынды. Оны не себеп оған? Оған себеп прокурордың күнделікті қадағалап отырмағаны салдарынан. Прокурор бір аптаға бір күн қалғанда рободадан жаңағы не болып жатқанын сұраған болу керек, сол күні олар қимылдаған болу керек. Өткен неге апта сайын, бір аптаның ішінде күнде сұраған жағдайда бұндай жағдай орын алмас еді. Бұл прокурордың орынбасарының жауапсыздығы деп мен солай түсінемін. Яғни өз жұмысын тиісті деңгейде атқара алмайды деп түсінемін. Бұндай адамдар орын босатып кету керек, или бұларға шара қолдану керек. Мен бас прокурордың назарын асылыпқа салғым келіп тұр. Мен өткенде де айтқам, біздің жұмыстарымыз жүрмей жатыр. Мына қаланың прокуратурасы тапсырма бергенмен мына жақ жұмыс жасамай жатыр. Ауыстырасың ба прокурорды? Болмаса жұмыс істейтін адамды қоясыз ба? Немесе қадағалауға аласыз ба? Мына бір жара шығарыңыздар. Болмайды, қаншама халық шырылдап жұмыстарын жасап, күнде прокуратура келе береді, уақыттары жоқ. Давай жұмыс жасау керек, тиісті органдарға тапсырма беріңіздер. Біз әлде де қалмаймыз, тағы да келеміз, сіздерден жауап күтеміз. Марқымды жауап күтеміз.